Саламатсыздар YouTube көрермендер. Бүгін бізде эфирда әдеттегідей Мөлдір ханым, телесный терапевт, дипломированный психолог алдарыңызда сіздерге сұраққа жауап беретін болады. Қазір Мөлдір ханымның өзі білмейді. Мөлдір ханымға бүгін қазіргі қоғамға сай сұрақтарды қоятын боламыз. Дайынсыз ба, Мөлдір ханым? Иә, деймін, қорқытпаңдар. Бірінші сұрақ. Қазір энергия деген сөз танымал болып жатыр да. Бұл тренд бе, әлде шынымен де адамның өмірінде әсер ететін нәрсе ме? Энергияды жалпы қазақшасын айтатын болсақ, қуат. Адамның бойында күш қуат бар. Кейбір адамдардың күш қуаты өте жоғары болады, олар тауға апаратындай күштер болады, арман мақсаттары болады, соған қарай жүріп отырады. Ал кейбір адамдардың бойында күш қуаты әлсіз болады. Ол күш қуат деген неге әлсіз болады? Өйткені адам миында көп нәрсені ойлай бергендіктен да, мысалға өткен шақта жүреді, баяда бүйтуім керек еді, сөйтуім керек еді, ананы алуым керек еді, алмауым керек еді деген сияқты өткен шағындағы болмай қалған іс-әрекеттерін ойлау арқылы, өкініштерін ойлау арқылы барлық күш қуатын соған сарп етіп отырады. Сол энергия деп айтып отырғанымыз қазір просто орыс тілінде айтылып тұр ғой, энергия. А так ол күш қуат. Адамның бойында күш қуат жоқ деген сөз, ол уже өлген адам. Ал тірі адамның бойында әртүрлі деңгейде күш қуаты болып тұрады. Көп адамдарда жаңағы күш қуаттарын қайдан аларларын білмей жатады. Ол күш қуатты алу үшін жаңағы әрбір сабақты оқып жатады, спорт залға бару керек дейді, басқа дейді. Бірақ күш қуат қай кезде пайда болады адамда? Адам нақты өзінің бір алдына қойған арман мақсаты болса, бойындағы өкпе ренішінен арыла алған болса, сол кезде жаңағы күші тасып тұрады. Не нәрсе жасауға да ол асығып тұрады. Бастаған ісін кәдімгі аяғына дейін жеткізеді. Ал мына бойында күш қуаты, демек энергиясы жоқ адамдар, ол істің басы бар, аяғы жоқ, ортасы бар, сол әрбір жерден алады да жаңағы әр техникалармен жұмыс жасайды. Біреу жаңағы спортқа барып жатса, біреу дінге барып жатады, біреу психологқа барып жатады, біреу емшіге барып жатады. Әрбір жерге барып оған берген қандай да бір тапсырма болады ғой, соны түгел жасап тастамаса, ода сенім кетіп бастайды. Сенім кеткеннен кейін тағы да күш қуат азаяды. Значит, мен осы сабақты оқыдым, кішкене результат болды, ары қарай болмай қалды, мына техника дұрыс жасамай тұр деп ойлайды. Ол техника емес, дұрыс жасамай тұрған. Сенде үлкен адамдың бойындағы жауапкершілік жоқ. Кішкентай бала сияқтымыз ғой. Бастаймыз, бір ойыншықпен ойнап жатамыз, қызық емес, тастап кетеміз. Екінші ойыншықпен ойнаймыз, қызық емес, тастап кетеміз да. И сонымен ол бала жаңағы не қалайтынын білмей жылап жүреді да, анау керек, мынау керек. А қазіргі ересек адамдардың бойындағы жаңағы өздерінің бастаған ісін аяқталмағаннан кейін сенім жоқ жерде күш қуат болмайды. Сен алдың ба бір техниканы, енді Құдай бір маған сондай аса бір қасиетті берген болар деймін, сондай қабілетті да. Мен біреуден техниканы алдым ба, бір техниканы алдым ба, мен всегда ол адамға дәлелдегім келетін. Мына техникаң сенің жұмыс жасамайды деп. Мен еще өзіне айтып кетемін, мен аламын, неше күн жасау керек, қалай жасау керек, четко кәдімгідей по плану жасаймын. Бірақ мен жасап жатқанда мына өзіме пайда болсын деп жасап жатқан жоқпын. Мен ол адамның қателігін табуға, ол адамның айтқан нәрселерінің бәрін жоққа шығаруға күресіп жүріп, оконцовкада қарасам өзімде результаттар болып кетеді. Сол сияқты мына жаңағы тәкаппарлықты айтып жатады ғой, бойымыздағы тәкаппарлықтың алып тастау керек, жойып тастау керек дейді. Алып тастап, жойып тастап қажет жоқ. Сізді барлық қабілетпен әкелді дүниеге, сол қабілетті дұрыс жаққа бағыттап үйренуіміз керек. Менің тәкаппарлығым өте жоғары, әлде де бар тәкаппарлығым, бірақ мен оны жаңағыдай жақсы бағыттарға қарай бұрып отыра аламын. Айтып отырмын ғой, мысалы қазір сіз маған бір техника бердіңіз ба, мен сіздің айтып тұрған сөзіңізге сеніп тұрған жоқпын, бірақ мен сізді тексеріп көргім келеді. Сөйтіп тексеріп жүрген кезде ана азарт қой, бүгін бір күнім бітті, 2 күнім бітті, 3 күнім бітті, 4 күнім бітті деп жүргенде 30 күнге ма, 30 күнге жетесің. Қарасаң артында сенің жасап тастаған жаңағы жетістіктерің көбейіп кетеді. Бірі өміріңде болмай жатқан, қолың жетпей жатқан нәрсе оңай жетіп жатады. Енді орысша айтқанда чудолар болып жатады да. Сол деген не деген ол? Ол адам мынау бола ма, болмай ма деп күш қуатты жұмсамау керек. Сенем ба, сенбеймін ба, пайдасы қандай деген ойларға керек емес күш қуатты босқа жұмсауға болмайды. Сосын когда сен өзіңе техника берілді ма, сен барлық әлемді ұмыт. Сен бәрін ұмыт. Сен тек қана осы өзіңе адал болу үшін осы техниканы бастадың, до конца жүргізе бер.
результат бола ма болмай ма күтпе. Шаршап жатырмын ертеңге деп қалдырма. Сен дәлелде бастапқы. Өзіме міне мен 30 күн сөзімде тұрдым, енді сенің айтқаның қайда деп айтуға барар жолды ойласаң, сенің күш қуатың таси береді. Өйткені сен өзің сезінбесең де сенің өзгеріп жатқаныңды ішкі подсознанияң, сознаниең уже біліп бастайды, чувствовать етіп бастайды да, ол мынау менің хозяиныма мына нәрсе жақсы нәрсе беріп жатыр екен ғой, мына кезде оның өмірі жеңілдеп жатыр екен ғой деп басқа бір жеңілдіктерін әкеліп бастайды. Негізі баяғы ескі адамдарды айтатын болсақ та, олар не деп айтады? Бай қуатты бол дейді. Ескі адамдардың бір-біріне айтатын тілектері бай қуатты бол дейді. Неге? Байлық келеді, қуат арқылы келеді. Когда адамның энергиясы жоғары болып тұр ма, оған байлық та келеді, отношение, денсаулық та келеді. Ал егер де мен бойымда қуатым аз болса, энергиям сарқылып, керек емес ойлармен, керек емес әңгімеге, керек емес өтіп кеткен шақтарға жүре беретін болсам, мен кәдімгідей әлсіреп, бір тамақ ішпеген аш бала ұқсап та әлсіреп бастағанда, мен ештеңе менің жаныма керек емес болып қалады. Сол кезде менің тауып жатқан ақшамның да берекесін де көрмеймін, ол ақшаны еселендіре алмаймын. Ақша еселену үшін адамның күнделікті жаңағы қуаты артып отыру керек. Сондықтан да барлық адамдарға тілек тілеген кезде мен қазір көп адамдарға айтып жүремін, бай қуатты бол деп айтыңдар. Сен мына сөзді бай қуатты болу керек деген сөзді айтқан сайын өзіңе де жазасын, ол адамға да тілеп тұрасың ғой. Сонда біздің екі қанатымыз дейді ғой, жаңағы байлық қанатымыз, энергия қанатымыз көтеріліп отырады. Адамда байлық болмайды, қуаты болмаса, қуат жоқ жерде ештеме де жоқ. Керемет, түсінікті. Енді екінші сұрақ. Неге қазіргі адамдардың көбі өзін үнемі шаршаңқы, күйзелісте сезінеді? Шаршайтын адамдар кімдер екен айтайын ба? Шаршайтын адамдар өмірге деген ешқандай қызығушылығы жоқ адамдар. Таң атты, кеш батты, жаңағы бізде бір қағида, ер адамдар болса, жаңа 20-25 жас арасында қатын алу керек, сол қатынды асырау керек, бағу керек. Қағида солай. Сендерге өмір сүріңдер, бақытты болыңдар, жан-жақты көріңдер, ішкі жаңағы ұйықтап жатқан қабілеттеріңді оятып, сол қабілетпен жұмыс жасаңдар деген ешкім жоқ, да? Мынаны жасайсың, болды. Еркекке жаңа бір күрек дейді да. Әйел адамдарға қалай? Әйтеуір бір байға шығып алсаң, сол үйді жаңағы бақытты қылуың керексің, бала табуың керексің, соның тамағымен, сол үйдің кірімен, тек қана бір үйдің ішіндегі мәселеден шығармай тастаған. Адамдар қазір армандауды ұмытып қалған. Армансыз адам құссыз қанат дейді да. Егер де сенің арманың жоқ болса, сенің өмір сүруге ешқандай желаниең болмайды. Желаниең болмағаннан кейін сенің уже тәнің де, жаның да шаршайды. Армандарды көбірек жазу керек екен. Арманды жазған кезде шынымен де адам шаршап жүргені, өмірде қиыншылық болып жатқанын ұмытып бастайды. Армандаудың да өзінің техникалары бар екен да. Мен енді бүгін ғана айтып өзіме күліп қойғанмын. Ең бірінші мен психологияға келген кезімде 100 арман жаз деді ғой, ол кезде мен 10 арманым болған жоқ. 10 арманды азар өлдім талдым деп жазғанмын. Одан кейін ол армандар қалды, жаңағыдай гипнозға барсам күшті болам, психологияға барсам күшті болам, жүгіре бердім да. Сол именно 100 арманды жазуға мен уақытымды арнаған жоқпын, ешқандай арманды ойлаған жоқпын. Мен тек действие, міне қазір жасап тастауым керекпен жүрдім. Қазір жасай берсең, сене өлмештің күні ғой, жаңа выживаниемен жүрсің да. Ал армандаған кезінде ол арман сенен ақша сұрап жатқан жоқ қой. Жаңағы оның техникасын біліп алсаң, егер де мысалға сен армандауың керексің, сенің қазір қолыңда бәрі бар, ақшаң бар, дүние бәрі бар да, сол кезде сен қайда барар едің, сол кезде сен не істер едің, сол кезде сен не алар едің деп, мына миыңдағы шектеуді бұзу. Қазір мен уже бүгін 4-ші күн арман жазып жатырмын, 100 арманды да. 100 арманым маған деген қазір дым емес болып қалды. 100-ден асып баратыр. Уже күніге бір 2-3 арман қосылып жатыр. Мен мынаны қалайды екенмін ғой, мынаны істегім келеді екен ғой, мында барым керек екен ғой деген сияқты уже 100-ден асып жатыр арманым. Ал осыған дейін 10 жыл бойы мен сол 100 арман десе, бірінші психологқа барсаң айтатыны 100 арман жаз. Любой курс аласың, 100 арман жаз дейді да. Мен ішімнен ашуланатынмын. Қолыңда дымың жоқ, не армандайсың, қақы барасың? Қазақстаннан шыға алмай жатсың, арестте жатырсың, солай ма? Бірдеңе алайын десең, балдарыңа жетпейді, байыңа жетпейді, былай тартсаң, былай жетпейді. Не армандайсың? Сонда біздің жаңа миымыздың шектеулігі сондай қатты шектеп тастағанымыз,
сенің қолыңдағы 100.000 зарплатың бар ма, 500 зарплатың бар ма, сол 500-дің жаңа кредитің бар, төлеген тамағың бар, содан қалған құттай сумаға ғана армандайды екенбіз ғой. Сондықтан да адамның жаңағы арманы болмағаннан кейін ешқандай өмірге қызығушылығы болмайды. Қызығушылық болмағаннан кейін ол адамның бойы шаршап, көп аса ұйқы басады, әлсіздік болады, ештеңе қызық емес болады. Бұрын мысалға тойға барып жаңағы караокеге бір жерге барса қызық болатын сияқты, о да қызық болмай бастайды. Бірте бұрын жаңағы кішігірім қызықтырып жүрген нәрсенің барлығы кетіп бастайды. Уже қызығушылық жоқ деген адам тірі өлікке айналамыз. Тірі өлік деген енді оны переводтап қажет жоқ шығар. Адамның құр сүлдесі қалады, көз жанары жоқ, не айтса да негатив айтып отырады, жаман нәрсені ойлап отырады, әр нәрседен қорқып отырады, содан кейін депрессия, апатия, уже ары қарай адам түсе береді содан. Керемет. Значит, 100 арманы техникасын білем дейсіз ғой. Конечно. Оны үйренетін болсаңыз, кәдімгідей қанатыңыз жанып, көзіңіз жанып, кәдімгі бір енді ұшқыңыз келіп тұрады ғой. Сол арманды жазып жатқанда, білмеймін, іште бір күш қуат пайда болады. Тек кәдімгідей кетіп қаласыз сол жаққа қарай, армандап, анаған беріліп, әрбір қаланың қандай жерінде қандай керемет бар, мысалға да, тек Турцияға барғың келеді емес, Турцияда не бар? Не қызықтырады сені? Сен ойлан, ютубтан қара, инстаграмнан қарады, қараған кезінде сол нәрселерді кәдімгідей уже тартылыс күш пайда болады. Сол саған күш бітіреді. Сол үшін да мен қайталап айтамын, мына бұрынғы психологтардың айтып жүрген жоққа шығаратын едім, тек қана арманмен не өзгертуге болады деп, оказывается, қазақ айтып кеткен ғой. Армансыз адам қанатсыз құс. Ұшқың келе ма, көбірек арманда. Армандар мақсатқа айналады. Мақсатқа жетуге уже план құрасың, сен жетесің оған.